әртүрлі мәселелерді талдап, нақты шешім қабылдауға көмектесетін құрал кімге керек? Ол SWOT анализ. Мысалы, сіздер Қытай тілін оқу керек пе деген сұраққа жауап беру іздеу үшін оның 10 жақтарын қарау керек. Қытай дамыған экономика. Қытай елімен сауда-саттық бизнес ашуға болады. Және Қытай тілін оқысаңыз, миыңыздың жұмысы жақсарады. W қандай теріс жақтары бар? Қытай тілін оқу өте қиын және көп уақыт алады. Сонда егер практика болмаса, ұмытылуы мүмкін. Opportunity, мүмкіндіктер қандай бар? Егер студент болсаң, Қытай университеттерінде оқи аласың грантқа. Егер университет бітірсең, бәсекелестік артықшылығын артып, жұмысқа орналасу мүмкіндігін жоғарылайды. Және сауда-саттық айналысуға мүмкіндігін бар. Т ол қандай қауіп-қатер? Егер Қытай тілін оқып, сонда қолданбай